Мен Шакуазова Зарина Дастанқызы 2003 жылдың тамыздың 22 жұлдызында Ұлытау облысы Сәтпаев қаласында дүние есігін аштым. Отбасым толыққанды. Отбасымда әкем, анам, мен және інім бар. Номері 7 жалпы орта білім беретін мектепке қадам басып, 11 жыл сол мектепте білім нәрімен сусындадым. Ауыл мектебіндегі қызықты шақтарымды да өмірімнің бір тарихи кезеңі. Сыныбымда озат оқушының бірі болдым. Мектеп өміріне, қоғамдық шараларға белсене қатыса білдім. Мектеп кезінде би үйірмесіне қатысып, әртүрлі сахналарға шықтым. Мектеп қабырғасында оқып жүріп ұстаз болуды армандадым. Ұстаздық жолды таңдауыма себепші болған өзімнің нағашы әжеме, анама қарап, еліктеп қызығушылығым оянып, сол себепті ұстаздық жолды таңдадым. Өйткені мен ұстаз бен оқушының арасындағы үлкен бір сыйластық пен үлкен бір құрметті көріп өстім. Сонымен қатар ұстаз деген сөзді, ұстаз деген мамандықты мен ең қадірлі, қасиетті кәсіп деп есептеймін. Себебі ұстаз шәкіртін адалдыққа баулып, өмірлік азық болатын, пайдалы біліммен жанына ізгіліктің нәрін себеді. Жақсы мен жаманды үйретіп, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіреді. Осылайша 2020 жылы өмірімнің бір бөлшегі болған мектепті аяқтап, үлкен өмірге қадам бастым. Мектеп маған бұл кезеңнің маңыздылығын, болашағымның осы таңдауға тікелей байланысты екенін анық және айқын түсіндірді. Сол жылы анамның жолын қуып, Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне логопед мамандығына түстім. Университет өмірі мектеп өмірінен тым бөлек. Себебі университет қабырғасында жоғары санаттағы білім деңгейін алу көп күш пен шыдамдылықты қажет етеді. Студенттік жақ өз алдына бөлек дүние. Өмірдің жаңа кезеңіне қадам басқан жастар тек білім алуға емес, өмір сүруге, ақ пен қараны ажырата білуге үйренеді. 2023 жылы бітірген мамандығым бойынша практикалық тәжірибеден өттім. Жұмыс барысында тәрбиеленушілермен жақсы тіл табыса алдым. Сабақты қызықты, әдіс-тәсілдер мен көрнекіліктер арқылы өткіздім. Осылайша студенттік шағымның 2023 жылдың жазында тұрмыс құрдым. Қазіргі таңда Алматы қаласында тұрамын. 2024 жылдың тамыз айында 2-ші арнайы мектеп-интернатына жұмысқа орналасуға өтінішімді білдірдім. Мектеп ұстаздары жылы қарсы алып, жұмыс орныма тез үйреніп кеттім. Мектеп басшысы Ермекова Бақташырбековна өтінішімді қабылдағанына алғысымды білдіремін. Және әрбір әріптестеріме білмегенімді айтып, тәжірибе алмасқандарына алғысым шексіз. Өмірлік ұстанымым: егер мақсатың болмаса, түкте тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе тындырмайсың. Мақсатым тәрбие мен білім елдің ертеңі болатын білімді, саналы, тәлім-тәрбиесі үйлескен шығармашыл, адамгершілігі мол тұлға тәрбиелеу. Педагогикалық ұстанымым: талантты ұстаздарға дарынды шәкірт. Ұстаз талантты болса, шәкірті талантты болады.